Jamal and Ganja. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Не әңгіме жобасынан кезекті шығарылымы. Адамның арасын жақындататын артықшылықтың бірі бұл өнер мен мәдениет. Бүгін Қазақстанның мәдениетінің басты ошақтарының бірі кітапханамызда өнер иесі, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі орталық ансамблінің солисті Эльдана Габерман. Эльдана ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Біздің шақыруымызды қабыл алып, өстіп кітапханамыздың жаңа жобасына қолдау танытып келіп жатқаныңыз үшін сізге өте үлкен шексіз алғысымызды білдіреміз. Сізге қояр алғашқы сұрағымыз, қазір сіз еңбек демалысындасыз, демалысыңыз жалпы қалай өтіп жатыр? Ал енді өзім қуаныштымын Аққулы ауданының кітапханасына келгеніме. Осындай әдемі және осы Аққулы ауданымыздың кітапханасы әрине, қалай айтсам, ауданға сай. Ал енді демалыс жайлы айтып кетсем, демалысым енді жақсы өтуде, загарымнан көрініп тұр. Көлде шомылып, демалып, орманда жүріп, солай жүрміз. Өте керемет. Жалпы айналаңыздағы не болмаса жаңадан бір танысып жатқан адамдардан жиі еститін сұрақтардың бірі шығар. Жалпы сіздің ұлтыңыз жайлы, ұлтыңыз қандай деген сияқты. Ал көбісі таң қалады әрине қазақша сөйлеп кеткенде. Ал енді ұлтым неміс болғанмен, өзге ұлт өкілі болғанмен қазақша сөйлеуге тырысамын. Ол енді біздің парызымыз қазақша сөйлеу. Енді Қазақстанда тұрғанда көбісі таң қалады. Далада осы заправка кезінде, магазинде жүргенде, дүкенде қазақша бір сөз сөйлеп қалсам бәрі, қазақсыз ба дейді. Мен енді қазақ қаным бар, бірақ енді неміс ұлтымын дегенде, ой, қандай шіркін деп бәрі көбісі мақтайды, қошеметтейді, сондай тілді, қазақ тілін білгеніме. Өте керемет. Шынымен де мен де осы жалпы сұхбатқа дайындалар барысында Эльдана ханым шақырайық деген кезде, ол кісі қазақша білмесе, маған орысша қиын болады ғой деп неткен кезде бізге басшымыз айтатын, жоқ, ол кісі қазақша суды сарайды, бізден де жақсы сарайды деп. Сосын сіз туралы жаңағыдай интервью нелерді көрген кезде, сіздің қазақша сұхбаттарыңызды естіген кезде, ол кісінің қазақшасы менікінен де жақсы екен ғой деп кәдімгідей таң қалып қалғаным бар еді. Жалпы адамдардың көбі шетелге көшуді, жаңағыдай шетелде тұруды армандайтын болса, сіз керісінше ауылда тұрып, ауыл жақта ауылдың тынысын армандайды екенсіз. Жалпы ауылға деген құштарлық сізде қайдан пайда болды? Шетелге дегенмен, әрине осы шетел, мен көп елдер аралаймын. Жыл бойы Қазақстанның қалаларын аралап шығып келемін. Сол кезде бар қалаларды қарап, әрине енді ауыл жайлы айтып кетсем, барлық ауылдар енді жақсы, бірақ енді жүрегіме ең ыстығы туған жерім. Осы Аққулы ауданы, өз Аққулы ауданымызда тұрғаным, бала кезім. Ең бастысы енді біз қалай қазақтар көбісі туысқанға тартылады ғой. Қалада біз тұрғанмен ол жерде көп араласпайды, туысқандарымыз болмағандықтан, сол басқа Астана қаласында мен өз елімнің, өз туысқандарым, ағаларым, нағашы жұрттарыма келіп, жыл сайын өзімнің арманым бар, осы бір ақыл келемі жас келгенде осылай көшіп туысқандардың арасында өмір сүру. Өйткені балаларым бар, сол балаларым әжесін көрсін, ағаларын көрсін, апаларын көрсін, туыспен бір араласып, енді бір шаңырақ дейміз ғой, енді сол ауыл, сондықтан маған ең жылысы осы ауылым. Дұрыс, өте керемет. Негізі қазақ халқында айтады ғой, туыстық қарым-қатынасты үзбей, керісінше оны нығайту, бұл ертең мысалға біздің болашақ ұрпақтарымызға да жақсы деп. Сіздің де осы ұстанымды ұстанатыныңыз бізге өте сондай керемет, өте қуантады. Енді жалпы сіз бала кезіңізден бері өнерде жүрген адамсыз. Өнерсіз өзіңіздің өміріңізді елестете аласыз ба? Егер де осы өнер жолына келмесеңіз, онда басқа қай салада жүрер едім деп ойлайсыз? Ой, оны ойламаппын. Енді бала кезінен әрине өнер жолын басып келемін, әнмен. Бірақ енді өзімнің арманым, өйткені басқа мамандығын ойлап көрген жоқпын да, бірақ өзімнің арманым осы жүрегіме жақын, ол режиссура. Әрине концерттерді қою, театрда жүру,
сондай, бірақ өнер жолы. Енді бұл енді өмір жолында басылған ба, жазылған ба, сондықтан өнерсіз өмір көрмеймін. Өте керемет. Енді жаңағында осы сіздің жұмысыңыз жайлы сөз қозғап жатырмыз ғой, жалпы әрбір адамның өмірінде есінде қалатын бір қызықты оқиғалар болады. Сол осындай бір жұмыс барысында болған қызықты оқиғалар бар ма, есіңізде бар? Жұмыс барысында қызық, әрине көп қызықтар болады. Өйткені біз военный әскери ансамбльде жұмыс істеймін. Ол жерде енді қатал, тәртіп деген, дисциплина деген сондай нәрселер көпті. Қызық сәттер көп болды. Ал енді жақында болған қызық сәт бұл Спасск несінде гарнизонында, полигонында, Қарағанды қаласында, Қарағанды облысында жақында болды. Айбын армейский ойында, международный. Сол кезде ас беретін жерде, асханасында танктар атып атса, біз тамақ жеп жатырмыз да. Енді білмедік та, ана жерде танктар басталатын, ататын. Тамақ жеп отырмыз да, сондай асықпай, терлеп, шан деген палатканың ішінде отырмыз да, тамақтан атқан танк атқанда көкіректен ұрады ғой, атқан кезінде. Сол кезде вай-вай деп бәрі қалған кез бәрі бұрылып қарап. Сондай бір есіме түскен сол да, сол сәт, осы жақын кезіндегі. Ал көп сәттер болды, бірақ енді сол қызығы сол болды. Өте керемет. Жалпы әйел адам бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді деген қазақта бір өте керемет мақал бар. Елдана ханым, сіз өзіңіз асыл жар, 3 ер азаматтың аяулы анасысыз. Жалпы осы бала тәрбиесінде қандай бір басты қағидаларға мән бересіз? Әсіресе ер балаларды тәрбиелеу бұл енді бір оңай жұмыс емес қой. Сіз болашақ өзінің жаңағы елінің патриоттарын, болашақ нағыз жаңағыдай ер жігіттерді енді тәрбиелеу барысындасыз ғой? Иә. Бірақ енді мен 3 ұлым бар, ер балалар. Жастары енді қазір өсіп келді. Сондықтан тәрбие беру енді екі ата-ананың парызы. Олсыз қалай айтсам, ананың бергені әрине тәрбие жөнінде. Бұл жүрекпен балаға енді мейірімділікті құю, жақсы адам болу, отанға, менің үлкен енді ұлым 13-ге толып, мен қазірдан бастап айтып жүрмін, әскерге барасын, отанды қорғау үшін үйрену керексің деп үйретемін да. Қызды ренжітпеу, ананы сыйлау, үлкендерді сыйлау, андай қатты сөйлемеу, және андай спортқа, ер балаларды бір секцияларға бір жұмсап қою керек. Өйткені олар жайдан-жай былай далада қыдырып, сондай жүрмеу керек те. Олар өйткені болашақ әкелер, болашақ біздің арқа сүйер ағаларымыз сондай сияқты болсын деп, сондай бір тәрбие беруге тырысамын. Енді кішкентай ерке балам, ерке болса да, бірақ сөйлегенде, енді жасы кіші ғой, енді сөйлегенде енді үлкен адаммен сөйлеген сияқты болам, бірақ енді жүрегіме жақын сол кіші балам, аты Даниэль, 5 жаста әрине, бірақ өзі мені қатты жақсы көреді. Андай, мама, мен сені сүйем деп күнде айтып жүреді, сен менің ең сұлуымсың деген сөздері жүрекке жақын. Сондықтан мен де солай балама сөйлеймін. Өз махаббатымды берем. Енді біраз қатал ана емеспін, енді әрине қатал емеспін. Еркін өмір сүреді, бірақ ақыл құйып отырамын. Ақылды бала, ол ешқашан жаман жолға түспейді деп ойлаймын. Сондықтан кіші кезінен ақыл айту керек. Шынымен де дұрыс айтасыз. Жалпы осы тұста сіздің балаларды әскерге жіберуді қолдауыңыз бұл шынымен де өте керемет. Себебі енді көбінесе сол әйел адамдар керісінше жібергісі келмейді ғой балаларын. Кіші кезінен, үлкен ұлым қазір өсіп келгеннен, андай рухын құйып, рухын көтеріп, ер баланың оған тәрбие беру, отанын сүю, отанын қорғау деген, ол мағынаны түсіне ме, түсінбей ме, бірақ енді ақырындап қазір құйып жатырмын да, өйткені отанын қорғай алса, жанұясын қорғайды, баласын қорғайды, рухы
қатал, рухы жақсы болады. Сол кезде ер азамат деген атына сай болады. Дұрыс, өте керемет, дұрыс айтасыз. Жалпы сізге келесі сұрағым, бос уақытыңыз бар кезде, бос уақытыңыз болса, кітап оқисыз ба? Кітап, шынымды айтамын, өйткені мен алдау деген сөздерім жоқ. Андай кітаптар оқығаныма, көп оқымағаныма көп уақыт болды. Өйткені менің жұмысым командировка көп, андай ответственный жұмыста, сондай командировка, бала-шаға, өз концерттерім, репетиция, студия, запись, қаланың ішінде пробка дегенде шаршап, кітап қандай көп мән бермедім. Осы бір, енді алдамасам, бір 6 жылдай болды. Жақсы. Енді келесі бір сұрағым, адам баласының бойындағы бағалайтын бір басты үш қасиетіңіз қандай? Адамда әрине бағалайтын үш қасиет, былай айтсам, мен шынымен адамда қасиетті ең басты мейірімділік болу керек, адалдық, және қалай айтсам, юмор. Әзілге, мен жақсы көрем, адам әзілді қабылдайтын, сондай веселый дейміз ғой, әзілді адам. Сондай болу керек. Керемет. Енді біздің сұхбатымыз өзінің соңына жетіп, енді жақындап қалды. Біздің Аққулы ауданы тұрғындарына, оның ішінде біздің кітапханамыздың оқырмандарына бір өзіңіздің жылы лебізіңізді білдіріп кетсеңіз. Ал енді Аққулы ауданына тілейтінім, осылай біздің ауданымыз көркейе берсін, бір ел болайық, бір жер болайық, осы кітапхананың оқырмандар көп болсын, жақсы шет елден келгендер кітаптар болсын. Өте рахмет. Эльдана ханым, біздің осы бүгінгі кішігірім сұхбатымыз өте сондай керемет болды. Жобамыздың шығарылымына қатысып, осы кітапханамыздың жаңа жобасын қолдап жатқаныңыз үшін сізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.